бөліне талай айттық қой, оны Үмбетбай Уайдын ағамыздың қонақтың неше түрі бар, күлкінің неше түрі бар, жылаудың неше түрі бар, жігіт пен қыздарымыздың неше түрі бар, талайын айттық. Бірақ тыңдар құлақ болса. Мен соңғы кезде айтып жүрген бір әңгімелерім бар, бірақ мынау 40 жылдан айтып келатқан, 50 жыл айтып келатқан әр ағаларымыздың, апаларымыздың көңіліне келмесін. Бір әнді айтып келатыр ғой мысалға. Атын атап түсіндірсем, қазір атын атасаң басың бәле қалады. Шырақ алып ізіңе түсіп алады. Әншілерді тыңдап, сол әнді айта береді. Мысалға Алтынбек Қоразбаевтың Қара кемпірін зарлап қоймай қойдық қой мысалға. Сол сияқты оны тыңдай бересіздер. Ал біздер айтсаң, мұны көргенбіз тамашада. Мұны өткенде айтқан, мынаусын көрген, мына жаңа дүниесі жоқ па? Пәленсің бақшаға алып келіп едік, анаусы бүйтті деп күңгілдеп кетесіздер етер. Бірақ газетке жазбайсыздар. Оны жасаласа берсеңіздер, жасаластар Батыр айтып тұрып жазады өзі. Мен өз театрында көп жыл қызмет атқардым. Сондықтан түрлі себептермен кетіп қалдық. Сондықтан өз театрында үлкен ақсақалдармен, қазақтың корифейлері, үлкен ақсақалы, анасы, сол кісілермен бірге қызмет жасадым, солардың жанында жүріп үйрендік, қол бола болдық, атқосшы болдық, жүрдік. Сонда ішінде Сәбира Майқанова апам туралы естелігім көп. Өйткені ол дана адам, ұлы адамның естелігі қай уақытта қалады. Апамның орысшасының бәрі удан аяқталады да, орысша сөйлегенде. Ол кезде орысша білмесең қасірет, орысша білмесең позор, орысша білмесең құрыдың. Тіпті көптеген жігіттеріміз бар қазір. Осы жер шұқып айналып кетеді апам орысша сөйлегенде. Апам бірақ ойы дұрыс. Окончаниесіне қарамайды. Міндетті түрде орыс тілін білу, міндетті емес енді ол. Қазір ғана айтып жатырмыз. Эй, Азербайджану, которому Мәмбетову. Спасибо большому делу дейді ғой. Мен апа, едіген окончание бар. Адам намысын келтірмей дұрыстап сөйлесеңші. Ай, қош шырағым мұның, сәті кеп тұрғанда сәніне қарап жататын жағдай жоқ дейді. Дұрыс қой, сәті кеп тұрғаннан кейін. Сол апамыз, марқұм, бір елге бардық. Сосын ол кезде апам өз әйел басымен бас ұстайды, ешкімге бермейді. Басты бөлген кезде миың ашып кетеді деп әрине миды өзі жейді. Сөйтсе ол деликатес екен ғой, өзі үлкендердің барлығы алдайды екен ғой. Бізді миың ашып кетеді деп миды бермейді себебі. Соны басты бүйтіп шиыршыған ұстап отырады да бырт еткізеді де миын алып жей береді өзі. Пышақтың шеген кері жоқ балдарың бәрі. Ақтөбе облысына бардық, ұзын сонар, Комсомол ауданы 400 километр. Апай түсті. Кешке ойын спектакль, досымның үйленіп атты спектакль. Осында қала салыңыз деп жатыр. Жоқ, апай, халық күтіп отыр деп бардық. Ол шаршамайды жолда. Соны ол кезде Татьяна Александровна деген бір әдемше келген орыстың келіншегі қарсы алды. Ол кездерде естеріңізде ме, жастар білмей қоймас, үлкен кісілер біледі. Ол кезде зампреттер болатын. Бәрі зампреттер біздің қыздар болатын. Тұрмысқа шыққаны бар, шықпағаны бар. Сондай өзі бір отырып қалған қыздар сияқты. Қыздардың бәрі зампрет болатын. Кейін түсініп жатырмыз ғой, неге олар зампрет болатын бәрі. Сол қарсы алды. Ол да бір қасақан үндемейді. Отырып барды, 400 километр шаңдақ, жол жоқ. Комсомол ауданы түнгі сағат кешкі сол 10-да барып құладық. Түнгі сағат 12-де спектакль қойдық далаға, бұзаубастармен бірге. 2 прожектор болады мына жерде. Прожектор жағып қойды, сол бұзаубастар келіп жарыққа келіп соған шашылықсыз шыжғылып жатқан. Сонымен апамыз 90 миллион ойнады, сағат 2-ге дейін ойнадық. 2 бітті, сағат 3 болды кейінемдегеше, 4-те барып, рабочком бір ең шеткейге барып, жасырып, әбден қорқып, біз перденің бәрін жауып, әйтеуір бір тоқтын сойып, әйтеуір сол ас берді. Сағат 5 болды, ұйқымыз келіп отыр. Сонда апамыз айтты, ұйықтамаңдар, халық күтіп отыр, халықтың үлкен қасіретіне ұшырайсыңдар. Үндемей ұйқысы келіп отырған адам, біздер отырмыз, апам бөліп отыр. Енді Татьяна Александровна отырғаннан кейін орысша сөйлеуіміз керек қой. Sonra апамның жаңа удан аяқталатын орысшасы бар. Эй, Татьяна Александровна, деді. Вот это называется басу. А вы любите мию? Вы не брезгите я руком мию?
қолын сабындап жудым дегені ғой енді. Мейлім мию деген. Я вам дару прамуклаху, чтобы окружающие слушали прамуклаху, не лебмуклаху. Деп оң құлақты беріп жатыр. Дұрыс қой енді деді. Сол құлақты Қошидың баласын деп берді. Құлақ кетті, енді не қалды деп отырмыз. Бір кезде тым тырыс. Ана қасқада үндемейді, алып отыр. Түсінетіндей. А вы любите козу, деді. Я вам дару право козу, вы своему служащему право козу смотрели. Не любим козу. Дұрыс қой. Оң көзбен қарады батыр. Сол көз деп Асан ағамыз отыр оған берді. Сол көзіміз қойды. Молдабек ағамыз, Нүкетай Мышбаев, үлкен актерларымызбен бірге жүреміз. 11 адам біз. Көз кетті, құлақ кетті, енді не қалды деп отырмыз ғой. Ойбай көтек деді, мынаның жағын алмапты ғой деді. Ақтөбе облысы ғой деді. Шабал жатыр. Жағын алмай бере салың. Әрістер кетті ғой. Соны қойш. Абелемейді таңдайу деді. Таңдайу дайы дариту певцу, певицу. Вот Нүкетай Мышбаев деп береді. Таңдай кетті, көз кетті, құлақ кетті, не қалды деп отырмыз. Бір кезде отырып. Арасында айтып қойды. Мені ойбай қазақша сайрап отырым, бұның төбесінің тесігі бар шығар деп қояды апам. Бізге қазақша айтып қойды. Сосын бізге бәрі бітті ғой енді. Бір кезде, өлемейді қиқу деді. Ол қиқадан да келді. Bir жағы күлсін, bir жағы демалсын, bir жағы сондай түсіндіріп айтып жатыр ғой. Соны апам бәрін болды. Сосын рабочкам түрегеліп айтты. Татьяна Александровна, вам слово, вы что-нибудь там давайте деп. Тұрды Татьянамыз. Ал апай, келуіңізбен. Біз осы Ақтөбе облысында Комсомол ауданында туып өскен, қазақша бітірген біз 10 жылдықта. Сіз келеді деп бәріміз мінекей осы бүгін шаршап шалдықпай, өзіңіздің жағдайыңызға қарай күтіп жатырмыз, риза болыңыз деп сайрап тұр жаңа. Сонда апам денесімен күліп, секілдеп күледі ғой. Айттым ғой бұның төбесінің тесігі бар деп.